Сәлем достар, бүгін сіздермен осындай әдемі дастархан жасайтын боламыз. Алғашқы күні столдарымызды дайындап жасап алдық. Одан кейін мен кабачки мен баклажанымды духовкаде пісіріп алдым да. Одан кейін ішіне майонез, помидор, фета салып, орап, алтын ала дайындап қоятын боламын. Қазір барлығы дайын болғаннан кейін холодный тарелкамызға орналастыратын боламын. Кабачкиге, баклажанға оралған фета мен помидор өте қазір трендте деп айтсам болады. Жасалуы да, дәмінің өзі де ерекше тәтті немен жасап болдым. Енді қазір столыма қоятын боламын. Бүгін бізде қайным мен келінімнің жұмыстастары келеді. Соларға арнап жайылып жатырған дастарханымыз. Комментарийге өздеріңіздің бағаларыңызды беріп кетіңіздер. Далаға шығып келейін. Бізде күн жауып тұр екен. Біз ауылдамын, атам үйінде. Қара шаңырақта қонақ келе жатыр. Көшеден фруктыларды алып, соларды жуып, жақсылап дастарханға қоямын. Фруктың сәл сырттары кепкенше холодныйдың қалған бөліктерін турап алайын. Келесі бізде крылышки деп пісіріп, сәл мұздағаннан кейін осылай өзіме ыңғайлы етіп турап алып жатырмын. Келесі кезекте менің любимый ең хит, менің страницамде бар бұл рецепті. Французский рулет деп аталады. Ысы кезінде жеген өте тәтті. Ызы кезінде де жеуге болады енді, бірақ ысы кезінде ерекше тәтті. Самсаның қасына қойып жасауға болады. Бұл да қазіргі кезде хит рулеттердің бірі деп айтсам болады. Міне біздің рулетіміз пісіп шықты. Ортасында сыр осылай еріп, ысылай күшті дәм беріп тұрады. Сіздер де жасап өз бағаларыңызды беріңіздер. Келесі кезекте қасымда келіні бар. Келініме осы пачуба салатын жасауды тапсырдым. Мұнда бір келінім фрукты нарезка жасады. Қонақтарымыз келіп бастады. Біз бірінші тағамға осындай голубцы және қасына қуырдақ бердік. Үстіне әсемдеу үшін көк жуаны тураймыз. Біздің бүгінгі қонақтарға дайындаған дастарханымыз дайын болды. Достар, лайк басып, комментарийін жаза кетіңіздер. Сіздерге бүгінгі дайындаған дастарханым ұнады деген ойдамын.